Сәлем достар, баршаңызға менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай бурый помидорларды капустамен бірге маринадтаудың рецептімен бөлісетін боламын. Арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Қажетті заттар оны помидор, лавр жапырағы, домалақ қара бұрыш, чеснок, ащы бұрыш, тәтті бұрыш, укроп және капуста, уксус, тұз қажет болады. Алдын ала мен банкілерімнің барлығын булап алдым. Буланған банкілерімізге, яғни укропымызды жуып тазалап саламыз. Тәтті бұрышымызды да жуып тазалап, дәнінен ажыратып, ортасынан бөліп салатын боламыз. Капустамызды да банкамызға сыюға ыңғайлы етіп кесіп, осылай майда бөліктерге салатын боламыз. Егер капуста көп болғанын қаласаңыз, жартылай сала берсеңіз бола береді. 2 штук лавр жапырағын саламыз. Осылай қара бұрыш саламыз, домалақ. Сарымсақ саламыз. Ащы бұрыштан саламыз. Егер ащы болғанын қаласаңыз, 4-ден сала берсеңіз болады. Енді үстінен алдын ала жуып, тазалап, осылай майда бөліктерге бөлінген помидорымызды салып шығатын боламыз. Толтырып салып аламыз жақсылап. Барлығына осылай салып алатын боламыз. Салып болғаннан соң қайнап тұрған суымызды толтырып құйып шығамыз барлық банкаларымызға. Осылай қақпақтарын жауып, ыстық суымызды құйып болғаннан соң 25-30 минуттай қалдырып қоямыз. Арада осы уақыт өткеннен соң барлық банкаларымыздың суын алып, үлкен ыдысқа төгетін боламыз. Яғни қайтадан қайнатамыз осы суымызды. Жақсылап қайнатып аламыз. Осы аралықта қақпақтарымызда қайнатып аламыз. 3 литр банкамызге енді 3 ас қасық тұзымызды салатын боламыз. 2 литрлік банкамызге 2 ас қасық тұзымызды саламыз. Және толтырмай 70%-лық менде уксус. Қасығымызды толтырмай құйып шығамыз осы уксусты. Енді қайнап тұрған суымызды толтырып құйып алатын боламыз банкілерімізге. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Бочкада жапқан помидорлардан әлде қайда өте дәмді болып шығады. Капустамыз да өте қытырлақ болып шығады. Дәл осы рецептпен достар міндетті түрде жасап көріңіздер. Жылда сосын жасайтын боласыздар. Енді банкі жабатын осылай құралымыздың көмегіменен жақсылап банкілерімізді бұрап жауып шығатын боламыз. Банкілерімізді бұрап болғаннан кейін осылай міндетті түрде тексеріп көресіздер. Аузынан су ақпауы керек. Не осыменен дайын болды банкілеріміз. Барлығын осылай жауып алдық. Сіздерге де осылай дәл осы рецептпен жабуға кеңес беремін. Түрі деген өте керемет. Кез келген тағаммен үйлеседі. Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосып, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Егер видео ұнаған болса, комментарий жазып, лайк баса кетіңіздер. Дайын болған банкілерімізді бір түнге осылай бетін жауып қоямыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.